Сәлем достар, сіздер мен бірге кино айтуша. Мен бүгін сіздерге шынайы оқиғаға негізделген 2015 жылы жарыққа шыққан «Исчезнувшие» фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Ендеше кеттік. Көңілді кештен қайтып келе жатқан Эва мен Джесси үйге келгендерінде қорқынышпен олардың пәтерін тонап кеткенін көреді. Кенеттен ұрының өзі де пайда болып, олардан ақшалары мен сөмкені және неке жүзігін тартып алды. Эваның жолдасы полицей Тайлер келгенде, бұл ауданда ол секілді қаңғыбастар жеткілікті екенін, оны табу оңайға соқпайтын ескертті. Сондықтан олар басқа ауданға көшейін деген шешім қабылдайды. Жаңа ауданға көшіп келген оларға 50-ші жылдардағы стильде киініп алған еркек келді. Ол өзінің көршілері Саймон боламын деп, өзінің универде мұғалімдік қызмет атқаратынын айтты. Ертесіне Эван жұмысын аттанып, Джессиканы үйде жалғыз қалдырады. Ал әйел өзінің дизайндық жобасымен айналысудың орнына күні бойы өзінің хоббимен айналысты. Полицей аша алмаған детектив істерді досы Оскармен бірге талқылап. Үйіне келген күйеуі Джессиканың күні бойы немен айналысқанын ұғынып, оның бұл ісіне разы емес екенін білдірді. Егер сен жұмыс істемей жоғалған адамдардың істерін зерттеумен айналыса беретін болсақ, біз мұнай кредитін көтере алмайтын боламыз деп. Джессика өз жұмысына назарын салуға тырысуда, бірақ назары көлікпен шығып келе жатқан көршілері Саймонға ауды. Еркекке жүгіріп барып алып келген вино шісін өз разылығын білдіріп, көршілерін кешкі асқа шақырады. Үстел басында Эван еркектің керемет виносына өз мадақтауын айтуда, ал Саймонның өзі үндемей қалып назары Джессикаға ауды. Әңгіме барысында Саймон өзінің ескіліктің адамы екенін, олардың отбасында үнемі дәстүрлерді жоғары қоятын мойындайды. Мысалы, еркек ақша табу қажет, ал әйел үйде отырып тамақ дайындау керек секілді. Бұрын өзінің жұбайы болғанын, алайда ол көңілдесіне кетіп қалып, қазір жалғыз өзі отыратынын айтып берді. Эван әңгімені ауыстырып, жұбайы тек дизайнер ғана емес, сонымен қатар ашылмаған істерді зерттейтін детектив екенін айтады. Бір күні осы істерді жинақтап кітап жазғысы келеді екен. Кешкі астан кейін Джессика еркектің үстінен әйелдің әтіресе шыққанын байқаған айтады. Соған қарағанда еркек сонда да олардан өз әйелін жасырып жүрген секілді. Ал бұл уақытта Саймон дүрбі арқылы өзінің жартылай жалаңаш жүрген көршілерін аңдуда. Ертесіне Джессика бақша егумен айналысып жатқанда, көршілері Саймонның келгенін көріп, оған жүгіріп барады, бақшаға қажетті күрек сұрап. Оның бір адамға көптік ететін азық-түлік алып келгенін байқайды. Бұған көршісі шопинг тасы ұната бермейтінін, сондықтан барлығын бірден сатып аламын дейді. Кешке таман күйеуіне олардың көршілерінің біртүрлі екенін айтуда. Бұған Эван саған айналаңдағы адамдардың барлығынан күдіктенуді қою қажет деп жауап қатады. Таңертең ұйқысынан оянған Джессика кеше қатты ұрсып қалған күйеуінің жұмысқа кетіп қалғанын байқады. Қолына күректі алып оны Саймонға апарайын деп шешті. Алайда оған ешкім есікті ашпайды, сондықтан ол терезе арқылы көзін ішке салды. Үйіне оралып, Оскарға күдікті көршілер жайлы баяндап береді. Ал бұл уақытта Саймон бейнекамера арқылы Джессиканың есікті аша алмағанын, ал кейін терезе арқылы үйге көзін салғанына мәз болып қарап отыр. Ал кейін Джессиканың телефон теріп оны үйіне шақырды. Мен саған кішкентай тосын сыйым бар деп уәде етіп, әйел үйге келген кезде оған арнайы ретро көйлек сатып алғанын көрсетті. Ал кейін оған бейнені көрсетіп, сен менімен бірге болуды өзің таңдадың дейді. Джессика қашуға тырысқан, алайда Саймон оны талдырып тастады. Джессика өз есіне біртүрлі ескілеу стильде жарақталған бөлмеде келді. Оған Робин есімді бір әйел жақындап, енді сен өз үйіңдесің деп жариялайды. Джессика шығар есікті таба алмай шарқ ұрып жүр. Сөйтсе ол жертөледе екен, жоғарға шығатын есіктің коды тек Саймон білетін. Бұл уақытта Саймон олардың үйіне еніп, Джессиканың заттарын сөмкеге ақырындап жинап жатыр. Ал кейін оның Эванмен түскен суретін сындырып тастайды. Күтпеген жерден үйге Эваның өзі де оралды. Алайда шақырылмаған қонақ көзге түспей қашып кете алды. Саймон жертөлеге оралды. Осы сәтті пайдаланған Джессика қашып кетуге тырысқан, алайда бетонды коды бар тағы бір қабырғаға тап болды. Асханаға оралған Джессика пышақты байқайды. Саймон оған сен мені өлтіре аласың, бірақ мұндай жағдайда мәңгілікке осы орында қалатын боласың деп ескертеді. Ал егер мені өлтіруге тырысып, өлтіре алмай қалсаң, саған одан бетер нашар болады деп қорқытады. Бұл уақытта Эван өзінің әйеліне хабарласа алмай әуре, сондықтан автожауапқа кешірім сұрап хат қалдырды. Бірақ күтпеген жерден әйелінің телефонын оның үстелінен тауып алады. Бұл уақытта Робин өзінің бір кездері Саймонның студенті болғанын, ол оны таңдағасын өзінің осы жерде тұрып жатқанына бірнеше жыл болғанын мойындайды. Сонымен қатар өзінің басында қашуға тырыспақ болғанын, бірақ бәрі жамандықпен аяқталып, Саймон оған өзінің қаншалықты жақсы көретін көрсеткен екен. Олардың әңгімесін жоғарыдан камера арқылы қарап отырған Саймон төменге түсіп, Джессикаға алып келген көйлегін көрсетіп, үстел басына отырды.
Бірақ Джессика олармен бірге тамақтанудан бас тартуда. Осы сәтте еркек мен сенің бұлай тайраңдап жүруіңе алғашқы және соңғы рет қана рұқсат беремін дейді. Сол сәтте үйге Эван да келді. Саймон камераны қосулы күйі қалдырып жоғарға кетеді, қонақты күтіп алу үшін. Күйеуі әйелінің жоғалып кеткенін соңғы рет сізбен сөйлескен екен деп баяндап берді. Үйіне оралған Эван өздерінің сынған фотоларын, сонымен қатар Джессиканың бірқатар заттары жоғалып кеткенін байқады. Келген жолдасы Тайлерге Джессиканың тіс щеткасынсыз және телефонсыз кеткені күдікті екенін айтуда. Олардың Джессиканы кетпес алдын қатты ұрсып қалғанын білген Тайлер, оның біреуі бар болуы мүмкін екенін айтады. Оның сөзін растаған Эван әйелінің соңғы кездері үнемі скайппен Оскар есімді жігітпен жиі сөйлескенін растады. Кешке таман Джессика Робиннің бөлмесіне көзін салып, оның арқасынан үтіктің күйген ізін байқайды. Робиннің өзі болса барлығына өзі кінәлі екенін, өйткені Саймонның бұл туралы ескерткенін айтып берді. Ал кейін Робин Джессиканың қасына келіп, сен жалғыз емессің дейді. Ал Эва мен Тайлер таңға таман Оскардың үйіне барады. Жігіт Джессиканың олардың ұрсы туралы айтқанын және сонымен қатар ол біртүрлі көршілер жайлы айтқанын баяндап берді. Олар Саймонның үйіне бағытталды. Сыртқа шыққан көршілері алдын айтқан сөздерін тағы да қайталап, олардан күдігін сейілту үшін Джессиканың одан бекерден бекер күдіктенбеген айтады. Өйткені мен өзімнің студентімен кездесемін деп. Саймон Джессикаға келіп, одан электрондық пошталық мекен-жайы мен оның құпия сөзін жазып беруді талап етеді. Бірнеше уақыттан кейін Эванға оның жұбайының поштасына хат келді. Онда әйел өзінің басқа біреуге кететінін жазыпты. Кейін өзінің тұтқынына мен сендердің араларындағы қатынасты үздім деп, Джессика оны шынды деп атаған үшін қолын сындыра жаздады. Ал кейін Робинге жаңа тоқалына кешке таман оған жаңа шаш үлгісімен макияж жасап бер деп тапсырады. Бүгін кешкі асты Джессика дайындады. Еркек үстел басында әдейі үлкен пышақтарды Джессиканың қолына тапсырды, етіңді кес деп. Әйел үндеместен айтқанын орындады, алайда күтпеген жерден сковородкамен еркектің басынан ұрады. Есіне келген Саймон өзінің үстелге байлаулы екенін көреді. Оны сабалай бастаған Джессика, егер сен кодты айтпасаң, мен сені қинауды жалғастырамын деп қорқытуда. Алайда еркек мен дұрысы өлемін дейді, отбасымнан айырылғаннан көрі деп. Күтпеген жерден оған Робин шабуылдайды. Әйелдер арпалысып жатқанда Саймон да босанып шықты. Кешке таман Джессиканың қасына келген Робин, егер мен сені тоқтатпағанымда, осы жерде маған дейін өмір сүрген Меганның кейпін кешетін едің деп түсіндіріп берді. Ол Саймонды жақсы көре алмапты, сондықтан Саймон оны өлтіруге мәжбүрлеген. Келесі күні Саймон Эванды өзіне шақырып, онымен бөтелке пиво ұстап алып, әйелдер жайлы әңгіме қозғайды. Камера арқылы Джессикаға оның күйеуін кез келген сәтте өлтіре алатынын көрсетеді. Ал кейін егер сен қашуға тырысып, не мені тыңдамайтын болсаң, мен дәл солай істейтін боламын деп қорқытты. Эван әйеліне қатысты заттардың барлығын жинап жатқанда, көршісі оның жұбайын шешіндіруде. Джессиканың жоғалып кеткеннен бері 2 ай өтіп, Эван өз үйлерін сатылымға қойды. Робин Саймонды қызғана бастады. Ал Джессика болса өзін ұрлап кеткен адаммен уақыт өткен сайын қылымсуын арттыруда. Қызғанышы шегіне жеткен Робин Саймонға Джессиді әлде өзінің бұрынғы күйеуін жақсы көреді деп айтып береді. Ашуына мінген еркек әйелдерін дәлізге шақырып, ол өтірікті мүлдем кешіре алмайтынын айтады. Ал кейін Робиннің мойнын кесіп тастайды, өтірік айтқан үшін. Қорқып қалған Джессикаға бөлмеңе оралып, музыканы бақыртып қой деп бұйырды. Бірақ музыка дауысы сонда да байғұстың денесін бөлшектеп жатқан араның дауысын баса алмады. Келесі күні Тайлерге күтпеген жерден Оскар хабарласса, сөйтсе Саймон сабақ берген универдерде барлығында белгісіз себептермен әйелдер жоғалып отырған екен. Тіпті оны ұрланып кеткен қыздардың біріне күдіктеніп, оған қарсы тергеу жүргізген. Алайда ол кезде олардың нақты дәлелдері болмапты. Кешке таман Тайлер Саймонның үйіне келіп, оның үйін тексеруде. Полицейді тірі қалдыру өте қауіпті болуы мүмкін екенін түсінген Саймон оның басынан ұрып талдырып тастайды. Ал кейін оның мәйітін көлігімен көпір астына қалдырып кетті. Жертөлеге оралғанда Джессика оны жұбатуға кірісті. Сен барлығын дұрыс істедің, өйткені мен сенің тауып алғаныңды қаламаймын деп. Бұл уақытта Эван өзінің үйін сатып алатын сатып алушыны таба алып, өзінің көршісімен қоштасуда. Осыдан кейін Саймон жертөлеге түсіп, алғаш рет Джессикаға жоғарыға көтерілуге мүмкіндік береді. Оны сыртқа шығарып, өзі қарама-қарсы тұрып, қаруын дайындап тұр. Қашып кетуге тырысса, сұлатып түсіруге дайын болып. Алайда оның таңғалысына орай Джессика күлімсіреп оған қарап тұр. Әйелді өзіне шақырған Саймон Эванның үйді сатқанын, көп өтпей бұл жерден кететінін көрсетеді. Джессика ешқандай реакция білдірмейді, алайда өзінің бұрынғы күйеуіне қоштасарына сыйлық жасақсы келетінін білдірді. Осылай Саймонға көршісіне оған қатты ұнап қалған бөтелке вино жіберуді ұсынды. Саймон ол айтқандай Эванға вино алып барады. Ол кете берейін дегенде Эван оның мойнына помаданың ізін байқайды.
Ертесіне Эванға Оскар қоңырау шалды. Тайлердің өлімі туралы қазір ғана білген. Саймон Джессикамен бірге дайындаған өсімдік пирогын дәм татып отырғанда үйге Эван басып кіреді. Еркек біз оның шыққанын күте тұрайық деуде. Алайда өзінің әйелінің сүйікті пирогының иісін сезген жігіт мен сені табамын деп айқайлай бастайды. Саймон Джессиканың осының бәріне де естеген түсініп жертөледен атып шықты. Ол кете салысымен Джессика есікке қарай ұмтылды. Ал онда маньяктың майлы қолдарының ізі қалған. Еркектер арасында ауыр арпалыс басталды. Ал код болса ашылар емес. Маньяк жігітке соңғы соққаны жасайын деп жатқанда оған қарай Джессика ұмтылды. Саймон оны шетке лақтырып жібере алды. Бірақ сонда да Джессика оның көзіне шашқыш сеуіп, оны бір аударып түсіреді. Арада бір жыл өтті. Эван Джессиді түрмеде отырған Саймонмен кездесуге шығарып салды. Саймон әйелге өз рахметін білдіреді, оған тағайындаған өлім жазасынан бас тарттырғаны үшін. Джессика бұны тек сен өмір бойы тұтқын болудың қандай екенін сезу үшін ғана істедім дейді. Кетер алдын оған өзі жазған тұтқын деген кітапты қалдырды. Ал Саймон кітаптағы оның портретінің ернін ақырын ғана сүйеді. Бүгінге болса. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино Айтуша.